Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі кішігірім видео блогты үйдегі өсімдіктерге, ағаштарымызға бегіміз өндіру үшін айналыссам ба деп едік. Бір коробка, екі коробкамен бастасақ деп едік деген аға әпке бауырларымызға арнайы түсіп жатырмыз. Мынау біздің үйдегі ағаштардың түбіне бағып жатқан шылаушындарымыз, қарап тұрсаңыздар, кішкентай. Енді осындай көлемдерге біз үйдегі бір екі сиырымыз бен бір жылқымыздың, жаңағы Назарбаевтың айтуынша екі сиыр алда өзіңнің күніңді көр дейді ғой, сол секілді екі сиыр мен бір жылқының көңін араластырып, осы бүйегіміз өндіру бағытындағы шылаушындарға беріп жатырмыз. Мына осылай бақсаңыздар болады. Кішкентай шағын қылып, енді кәсіп ретінде айналыспаймын, осы үйімдегі өсімдіктерге бегіміз өндіру бағытында жұмыс істесем деп едім деген бауырларға арнайы түсіп жатырмын. Осы мына қазір 4-те 1,5 ба, сондай нелері, өлшемдері. Мына жерлерге біз осы свежий көңді бергенбіз жақында. Шылаушынды бір көбейтіп алсаңыздар, жаңа көңді жеу жылдамдығы өте зор болады. Мына жер жаңа бүйегіміз бағытында жұмыс істеп жатыр. Бүйтіп мұқият қарасаңыздар, уже мынаны жеп тастаған. Біз бегемізде бір апта болып қалды. Қазір тазалығын бір көрсетейін сіздерге. Бисмилля. Мына шылаушындар көздер ме? Осылай көбейіп алған кезде олар бүйегіміз бағытында жұмыс істейді. Алла қаласа сіздерге де кеңес береміз. Үйдегі өсімдіктерге өздеріңіз бүйегіміз өндірсеңіздер болады. Шамаңыз жететін бір коробка, екі коробкадан бастасаңыздар, осылай бүйегімізді тез өндіретін болады. Кәсіп ретінде емес, өздеріңізге арнап айналыссаңыздар болады. Көрдіңіздер ме? Өте тығыз бүйегіміз бағытында жұмыс істеп жатқан шылаушындар. Хабарласыңыздар, кез келген қалаға жібереміз. Осы арнайы Америкадан, Калифорния штатынан келген осы көңнің арасында өмір сүретін қызыл шылаушындар бұлар. Жергілікті местный шылаушымен шатастырмаңыздар. Олар топырақтың ішінде өмір сүреді, бұлар көңнің ішінде өмір сүреді. Сондықтан хабарласыңыздар, кез келген қалаға бір коробка, екі коробка болса да жібере береміз. Аллах тағала кәсібіміздің берекесін берсін. Өз жерімізді өзіміз тыңайтып, үйдегі өсімдіктерімізден табиғи өнім алуды нәсіп етсін. Хабарласыңыздар.